деген балаларға қарасып қасымда көмектесіп тәте үйге тез жетіңіз дейді. Шош кеттім, не біз ана жүрегі деген біз әлсізбіз ғой, бәрін тастап жүгірдім. Не болды айтшы деймін ғой, енді бірінші айтып алшы, үйге жетемін дейінші, жаным жай таппайды. Айару қатты жылап жатыр, папасын сағынып жатыр. Бірақ сол күні еңіреп жылаған ғой қатты. Мен шыдамаймын ары қарай. Папам көрім келеді, құшақтағым келеді деп. Папасымен байланыс жоқ, қасындағы жігіттерге хабарласады, жібек. Айару жылап жатыр, мен бір кездестіріңдерші өтініш. Бала жүрегі ғой деп. Кері хабар жауап болмады. Сонымен қолымнан келгенше әйтеуір не істеуге болады енді. Қасындағы жүрмін ғой, бірақ барлығымыз әйтеуір шығарам бір жерге, апарам, демалып жүріп келеміз, қаланы аралап кіреміз деген сияқты ғой. Екі ұлша. Екі ұл, олар әлі кішкентай ғой, иә? 7-дегі бала қатты ештеңе түсінбейді әзірге. Фотоға түсіп, папаға жібер дейді. Папасына ол фото қызықтай емес. Папасына ол фото жібере алмаймыз, себебі блоктамыз бәріміз. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме деп біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Қазір халықтың қызығатын ештеңе қалмады, сөздің шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді, қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға кеп жатыр. Тәй басып, шала береміз, айналып кеп шала береміз. Мінеке. Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Менде жылатасың қазір. Азын аулақ, сынақ, ауырып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама. Алтын театрдан шықтық, алтын сандықтан. Енді эмоция ерекше. Моля көзіне жас алды. Тағы жылаймын қазір. Иә.
бір белгі сияқты көрінді мен үшін. Менің өміріммен байланысты сияқты болып көрінді. Жаңадан туылғандай боласыз да. Өзіңіз сәби сезініп еткенсіз. Бір белгі сияқты, білмеймін, басқаша болып кетті. Ойлажламаш, пожалуйста, бәрі күшті болады, расында да бәрі де бекер емес. Біз қасиетті киелі Түркістанның жеріндеміз. Осындай керемет дүниелер болып жатыр. Мына театрдың өзінде, көріністің өзі қысқаша бір сезім береді. Біз құстай іштік. 7 минуттың ішінде 7 түрлі әсер аласыз. Шынымен бала шақалап келгенде боласыз. Жаңадан туып жатқандай өмірдің ғажап сәті. Самай бала көңілге қайта оралдық. Біз мәзбіз. Себебі қайда бара жатырмыз? Сестрімді бір құшақтап қалған ба? Жаным, қошақаным, қозым менің сол еркелетіңізші. Осылай сендерді еркелетіп бара жатырмын. Жаны. Сен еркелетсең не саған деймін. Осындай махаббат бізде. Еліктің лағы. Лағы десем мен бүйтем. Деймін да қайтып жатыр. Еліктің лағында еркелеттік, сіңілерді еркелетіп бара жатқан жағдайымыз бар. Шүкір Аллаға. Айнұр вообще бір шара салат алып шықты. Бір шара, біздің жақта шара дейтіндайды. Бауырсақ пісіріп алып шықты. Біздің жақта не деп айтады? Қиықша дейді. Қишқа. Айнұр сестраңнан кейін Ой, рахмет өткен. Бұның аты салат. тәтті болады. Тәтті болып қалады. Қайырлы кеш баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Біз Алешка екеуміз жұмыстарымызбен жүргенбіз. Менде почему-то бетім құртылып, осындай угрилар шығып жатыр. Неге екеніне жақпай жатыр. Бетпен алысумен болдым осы уақыттарда. Сторисқа да шыққан жоқпын. Осының себебі де бар деп айтсам болады. Білмеймін, не диета ұстау керек па, білмеймін тұр. Я жаным? Кәдімгідей күйеу өзі. Негізі серьезно жігітпін ғой мен байқадым. Эфирда көп болатын. Қазір ондай емеспін деші. Күйеу жүрді. Бұл көкем ақша тауып, кішкене ақша көп түсіп қалса, бүйтіп серьезный болып қалады, өзін танымай қалам. Короче, осындай тірліктермен айналысып жатырмыз. Перде іліп. Өзім ілейін десем ілгізбей жатыр ғой. Сандықты сындырасың деп. Сонда сен мен толық дегің келіп тұр ма? Жанен салмағың бар ғой сенің кәдімгідей. Бұл тышқан көрінді, любой жерге сиіп кетеді. Жаным. Короче, Арон мен Ақнұрмен не? Кино көрге келдік. Осылай бізде. Күнде. Екінші ужасыңыз қазір? Ая. Норум. Екінші ужасыңыз? Көп бар қойған жақсы. Заклятие көрейін де. Бірінші ужасымыз өтпеді. Бағана көрсетші. Күнгі сағат 2. Ертең той деген де. Енді қыздарға көңіл бөліп атқанбыз ғой, 5 күн болмаймыз. 5 күн тойда боламыз. Иә, сөйтіп күйеулеріміз өстіп балып өтетеді бізді. Аяқы? Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Амансыздар ма? Енді көш жазады, не тойың сала бересің, не аягөз салмайсың дейді. Салып қойық, міне, аягөз тірі. Қолдарыңыз қалай? Қандыңыздар ма? Мен жонышкамын. Дейсің ғой жаңа? Иә, андай. Білмеймін бар ғой сол. Негіз андай біздің ЖК-да ше сет ұстамайды. Именно менде теледе бар, короче, сет ұстамайды, интернет ұстамайды. Может, содан кейін ба сторис салмайым, походу ше. По сути. Бұрында көп сторис салатын ғой негізі. Бір жағынан күнде тойға шығып кеттім. Вообще уақыт жоқ. Сол бүгін ғана демалам, бір күн. Ертең қайтадан средадан бастап бұйырса, воскресеньеге дейін тойдамыз, Алла қаласа. Сол бәрі жақсы, семейный өмір ұнап жатыр. Қазір енді сол үйге заттар алуға баратырмыз, анау мынау деген сияқты, короче. Бақыттымын
дейсің. Солай. В общем, әйелдеріңді арасында балбет етіп тұру керек. Бұл енді күнде тамақ жасайды, жаңағы менің күнде кірмелерін жуады, жұмысқа шығарып салады, күнде тамақ істей береді. Сосын айттым бүгін өзім. Бүгін өйстіп жеш дедім. Кефсиға келдік, короче. Мәссің ба? Өйстіп көңіл бөліп тұру керек. Солай бір балбет етіп қойын деймін ғой арасында. Арасында, күнде емес арасында. Солай. Сол бізге ас болсын. Қазір адамдар бір кепсиға алып келген міндетсіздік. Мен кәп Ассалаумағалейкум жандарым, қалайсыздар? Керемет қолдауларыңызды сезіп жатырмын. Мынау не деген сұмдық, не деген сөздер, не деген тілектер. Ұйқым керемет өз нормасына жетті. Күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар жандарым, алтындарым. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке тіледім. Аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Барлық проблемаларыңыз оңынан шешіліп кетсін. Сәттілік. Енді кеше эфир соңында біраз уақыттар жетпей қалып еді. Айтатын әңгімеміз ішімізде қалып кетті дегендей. Эфирда қалам ба, қалмайым ба? Қал деп жатқандар өте көп. Енді негатив жазатын адамдар да бар. Кет, не қыласың деген сияқты. Қосыл қайтадан бұрынғы семьяңа деп жатқандар да бар. Барлығын бірге эфирда білетін боламыз достар. Менің красавчик ұлым. Баламыз екеуміз кештетіп демалып отырмыз. Соным. В общем, достар, аяқ асты көшу керек болып жатыр. Енді адамның емес, Алланың деген болады деген рас қой. Сол себептен қазір енді квартира іздеп, отбасымды апарып, өзім заттарды жайғастырып реттелем дегенше кеш болады. Және кешкісін сіздерге міндетті түрде бір бөлісер, айтар әңгімем бар. Кешке дейін аман болыңыздар. Кешке дейін сәл-сәл босамайын деп тұрмын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қайырлы кеш болып қалыпты. Бүгін енді ұйқының планын орындадым және бүгінгі күнімді макимен бастайын деп шештім. Қазір алып үйге апарам. Қазір тамақ істейтін уақыттары болып жатқан жоқ мамашкалардың. Так что сондай, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Кеш, баршаңызға қалайсыздар? Сөйлеп шықпасам болмайын деді ғой стористарға. Көп адам жазды, типа, ойбай, Зарина Еділдің артынан барды деп. На самом деле, Еділ бізге 2 күн бұрын келген. Білесіздер ғой, бір түсініспеушіліктер болып жүрді, сөйтіп онымен бірге біз Бишкекке қарай жолға шықтық. Жолдан Айдан тәтелер келді. Негізі Бишкекке бару себебіміз, білесіздер, Айдан тәтекеміз неге Райна Уэддингнің қалай ашылып жатқанын көп адамдарға айтып түсіндіріп жатыр ғой Айдан тәте. И мен де сол бір свадебный салонның сферасына қызығып үйреніп жүргеннен кейін мен де сізбен барайын дедім. Ол жақта танымал дизайнер Банама деген Арзубек, сол жақта Қырғызстанның мықты дизайнері бар екен. СНГ-дағы ең мықты танымал звездный артистерге сондай киім тігіп дизайн жасап береді екен ол кісі. Соған барып Айдан тәте екеуі сол жерде жаңағыдай консультация алып, бірнеше дизайндарды қарастырып, қандай жаңа нәрсені қосуға болады. Енді Айдан тәте білесіздер ғой, всегда андай дамушы қыз ғой, всегда дамып жүреді, ізденіп Райна Уэддингді кеңінен адамдарға көрсетіп деген сияқты. Сол себепті сол жақта Банамадан консультация алдық. Менде тағы да басқа жұмыстарым болған. Және сіздерге күшті керемет жаңалық бұйырса, Алла қаласа, Айдан тәтекеміз және сіздермен бірге Қытайға барамыз. Білесіздер, закуп жасауды үйретеміз деп жүредік қой. Енді бұйырса осы Қытайға барып, бізбен бірге закуп жасауға сіздерге мүмкіндік бар. Яғни сол сферасынан бөлек жүрген адамдар болса да, осы сферада жүрген адамдар болса да, жалпы үйренгісі келетін адамдар болса, өте бір керемет мүмкіндік болайын деп тұр. Достар, мен шок болып келе жатырмын. Бүгінгі күн шатастырып алғам ғой. Вообще негізі мен Бишкектен сол үшін асығып келдім да, именно бүгінгі күнде ертең показ деп ойлап жүрген. Пятница күні 24-і деп. Сөйтсем 23-і четверг екен. Қалай мен мән бермеген датасына? Күшті пригласительмен шақырған еді. Жарайды, қайырлысы. Одан да күшті күндер, күшті показдарға барармыз. Бұрын мен осылай жаяу көп жүретін едім да. Қазір енді ойбай ана жұмыс деп
таксиге мінеміз, автобусқа мінеміз. Сөйтіп сол кездерде бірақ жаяу жүрудің пайдасы көп ше негізі. Өз-өзіңмен сырласасың, Алламен байланысыңды күшейтесің. 1 сағат ойлану 1 жылдық құлшылықтан артық деген бар ғой сөз. Расымен де сондай сияқты ше. Мысалы менде болатында эфирден бұрында жылап шығам, қиналып шығам. И мен де андай кішкентай кезімнен сондай ше. Біреуге жалобымды айта алмаймын да. Қиналғанымды дұрыстап айта алмаймын. Менен біреу келіп сұрамаса деген сияқты. Енді көкем мамам сұрайды ғой, бірақ все-таки олардың жүрегі барып қалмасын деп тоже көп нәрсе айтпайтындығым. Солай сол кездерде Алламен сырласып, зікірлер айтып, салауат айтып, истихбар айтып, пайдасында андай жүрегіме спокойствие келетін ше. Как будто Аллах тағала менің өзі жұбатып жатқандай да, андай Зарикош, мысалы, сен де менің сүйікті құлымсың, мен саған қазір сынақ беремін, бірақ артынан саған көп жақсылықтар беремін, сенде бәрі жақсы болады. Саған қазір қаншалықты ауыр сынақ келіп тұр, саған соответственно сондай күшті, саған жақсы нәрселер келеді деген сияқты жұбату келетін ше. Сонда сіздерде егер мысалы жаяу жүретін болсаңыздар, сондай бір техникама қалай қолданасыздар, солай атасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Так что егер мен қарайтын кез келген жастағы адамның мысалы бірдеңесін алуға болады пайдалы. Сол менде бір сол нәрседе мен күшті рахаттанамын. Әсіресе күн салқын кездер маған қатты ұнайды. Андай салқын деген нәрсе бір бодрость алып келеді да, бодрость сезіндіреді маған. Күн салқын, андай қоңыр салқын деген нәрсе солай кішкене жаурап, есімді жиып деген сияқты, контрастный душ сияқты. Сонда сіздерде сол техниканы қолдансаңыздар болады. Ал қайырлы күн достар, жаңалығым осы. Мен үйімдемін. Аллаға сансыз шүкір. Жағдайым жақсы болды. Маған жазған, қолдау білдірген, жаңағы тілектерін айтқан өздерінің барша адамға көп рахмет айтамын. Одан бөлек негізі 5 күн жату керек болдым. Бірақ 5 күн шыдай алмадым. 2 күнім қала шығып кеттім. Үйден ем алам дедім. Система болсын, дәрілер болсын, диета болсын, барлығын үйден алам дедім. Сонымен үйге келдім. Жағдайым Аллаға шүкір тәуірленіп қалды. Байқап жүріңіздер, абайлаңыздар. Көп адамда бұндай жағдай қазір кездесіп жатыр екен. Не жесеңіздер де, немен қоректенсеңіздер де абайлаңыздар. Ал енді менде строгая диета болады бірнеше күн емес 2 апта. Мен қазір қатты қиналып тұрмын, негізі соған да байланысты, бірақ Аллаға шүкір әйтеуір үйдемін. Сол мен жаңалығым осы. Жазған жандардың барлығына үлкен рахмет. Одан кейін енді жаңа интернет желілерінде көп көріп жатамыз ғой. Больницаларда осылай істемеді, былай істемеді, былай істеді деген сияқты. Енді ешкімнің күнін больницаға салмасын деп айтайын, ешкім ауырмасын. Бірақ сонда да айтқым келіп тұрғаны, кәдімгіде мен де өзім всегда ойлайтынмын, ол жерде күтім нашар болатын шығар, обращение нашар болатын шығар деп. Бірақ барлығы жақсы болды. Енді кәдімгіде мен бүйтіп аяғымнан тұра алмай тұрған почти состояниеде мен аяғыма тұрғызып жіберген үшін үлкен рахмет айтамын. Біздің елде медицина дамыса, әрине біздің тұрғындар өте қатты қуанады. Сондықтан маған өзімнің врачым болсын, басқа медсестралар болсын, кәдімгідей күшті қарады. Барлығына енді көріп отырғандар бірнешеу жазыпты, жақсы бол, сауығып кет деген сияқты. Барлығына тоже үлкен алғысымды білдіремін. Кәдімгідей қуанып тұрмын бір жағынан, бірақ бір жағынан кәдімгідей күтім керек, енді диетаны сақтау керек болады, көп жерге бармау керек болады деген сияқты. Сол Уже аэропорттан таңғы сағат қаншалыққа 5-тен асып кетті уже. И мен бір үйге барып 1 сағатты ұйықтадым. Бірақ сол 1 сағат ұйқы жетпей қалды. Енді ұйқымен бір күресе алмай жүрмін. Ұйқыны жеңе алмай жүрмін, достар. Білмеймін қалай екен. Так өміріміздің жартысы ұйқымен өтеді негіз. Бірақ неге сонша ұйқыны жақсы көрем? Вроде ондай. Или мен бұрын бала босанғаннан кейінгі ұйықтамаған түндерімді қанша жыл бойы соны қазір ұйықтап жүрген сияқтымын. Тек өз-өзімді ақтап аламын, короче. Осы маған қиын осы түнде таңға жуық ұшу, бір жаққа бару деген қатты қиын. Осылай, короче, демалып керек болды. Ұйқым қанған жоқ, ну ладно, хотя бы өйстіп массажда демалып алайын. Сол интервьюға қарап түсінуге болады да. Мөлдір айтты ғой, енді 14 жылдан бері шыдап келе жатырмын, қояр, болды жаңағыдай не істер депті. Өз-өзіне келер деп күттім деді ғой. Бірақ міне, осы жерде мына сөз түсінуге болады. Қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма деген сөз. 14 жыл бойына күтті, қадірін білді ма, келді ма қайтадан, есін жейді ма,
жоқ, есін жиған жоқ. Соңғы жағында тіпті басынып кетті. Сен бұға берген сайын үстіңнен сұға берді да. Сөйтіп 14 жыл уақыты кетіп қалды да. Ойлашы, 14 жыл бойына ол қандай стрессте, қандай депрессияда, өз-өзін құнсыздандыру, әйел адамның жаңағыдай затын сындырады, ол деген самооценкасын сындырады. 14 жыл бойына сондаймен өмір сүріп келген да Мөлдір. Соған қарап, өзіңнің қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма. Баяғы жартас, сол жартас, ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Өзгермейтін адам өзгермейді екен. Бір рет қателесті ма, уже қою. Енді Тұрсынбектен ондай күткен жоқпын, бар ғой, шын айтайын. Тұрсынбек деген мен папамның, көкенің кумирі еді кәдімгідей. Көке деген фанаты Тұрсынбектің деген, Тұрсынбек деп отыратын. Көз алдымда дәрежесі ниже плинтусқа түсіп кетті ғой. 14, еще 3 баласы бар дейді. Жаңағы неден. Қалай олсында өзде қыз өсіріп отыр, мамасында бір әйелді жылатып қойып, жаңағыдай қылып та, өрімдей қылып 21 жасында алған Мөлдірді. Қыз қылып алған, 5 бала тудырып, жылатып қойып, екінші әйелге кетіп, соңғы жағында нағылы жүріп, вообще қорқайын дедім мен деген бар. Қыздарымызға қорқайын дедім ғой мен. Сол интервьюға қарап түсінуге болады да. Мөлдір айтты ғой, енді 14 жылдан бері шыдап келе жатырмын, қояр, болды жаңағыдай не істер деп та, өз-өзіне келер деп күттім деді ғой. Бірақ міне, осы жерде мына сөз түсінуге болады. Қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма деген сөз. 14 жыл бойына күтті, қадірін білді ма? Келді ма қайтадан? Есін жиды ма? Жоқ. Есін жиған жоқ. Соңғы жағында тіпті басынып кетті. Сен бұға берген сайын үстіңнен сұға берді да. Сөйтіп 14 жыл уақыты кетіп қалды да. Ойлашы, 14 жыл бойына ол қандай стрессте, қандай депрессияда, өз-өзін құнсыздандыру, әйел адамның жаңағыдай затын сындырады, ол деген самооценкасын сындырады. 14 жыл бойына сондаймен өмір сүріп келген да Мөлдір. Соған қарап, өзіңнің қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма. Баяғы жартас, сол жартас, ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Өзгермейтін адам өзгермейді екен. Бір рет қателесті ма, уже қою. Енді айтайын, мына жерде енді хотя бы Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйел үйінде отыра тұра, әйел көніп күтіп отыр әлі де. Бала шағамыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп Мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстіне әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұндай еркектердің түбі неге алып баратын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да, өзімнің көзіммен көрген нәрсені айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де, бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Ондай еркектердің жазасы қартайған шағында болады екен. Мен түсінгем, 50-ден 60-тан асқаннан кейін ондай еркектер ешкімге керек емес болып қалады. Манағы бірінші әйеліне де, екінші әйеліне де, үшінші әйеліне де, тоқалына да, топсасына да ешкімге керек емес болып қалады. Балаларына да керек емес болып қалады. Балалар да уважать етпейді, потому что кезінде қиналған кезде балаларының жанында болмағандықтан, шешесіне андай зұлымдық жасап кеткендіктен балаларды әкесінің қартайған шағында қабылдамайды. Соңында қартайған шағында әркімнің есігін қағып, торауылдап, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап, жалғыз қалып қояды. Ал әйел ше? Әйел сол бала шағасымен әрі қарай келін алып, қыздарын күйеуге жіберіп, ол жалғыз қалмайды. Ол керісінше уақыт өте келе тыныштыққа келеді жаны. Ал ондай еркектердің түпкі жаңағы апаратын жолы жалғыздық. Ол еркектер әке-шешесі өмірден өтеді, балалары қабылдамайды, бірінші, екінші, үшінші әйелі тоқал, соқал, ешкім қабылдамайды, соңында өзі қалып қояды бүйтіп. Сондай. Бұл жерде енді нәпсісін жеңе алмаған еркектің бейнесін көруге болады. Өзінің тым жақсы өрімде әйел болды, қыз қалып алды, бала шағасын туып берді, үйін ұйытып отырды кәдімгідей. Тым жақсы семья болып отқан жерінен біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді ғой. Тойып секірді да. Соңында Құдай да оны қартайған шағында тойдырады да. Сол үшін, ер адамдар, сендер всегда жас
всегда биліктерің бар қолдарыңда, всегда ақшаларың бар, всегда авторитеттерің бар болып қалмайсыңдар. Bir күні сендерден де билік кетеді, бір күні сендерден де дүния кетеді. Сол кезде жаныңда қалатын жақының, бала шағаң екенін ұмытпаңыздар. Бұл өмірдегі ең басты байлық ол сенің жақындарың, бала шағаң. Дүния бірде бар, бірде жоқ. Жастық шақ өтеді де кетеді. Уақыт деген зымырап, артына шаңына да ілестірмей қалады. Сол үшін қадірін біліңдер. Ертең қартайған шақтарыңда әркімге күлкі болып, не үйің жоқ, не күйің жоқ, бала шағаң жоқ, жынды адам ұқсап қалмай. Нәпсісін жеңе алмаған еркектің бейнесін көруге болады. Өзінің тым жақсы өрімде әйел болды, қыз қалып алды, бала шағасын туып берді, үйін ұйытып отырды кәдімгідей. Тым жақсы семья болып отқан жерінен біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді ғой. Тойып секірді да. Соңында Құдай да оны қартайған шағында тойдырады да. Еще кейбір ер адамдар айтады да, ой, бала бәрібір өзі іздеп келеді, әкесі анау мынау дейді да. Қазіргі балдар баяғы балдар сияқты емес. Біз балаға қанша жерден жаңағыдай жамандап, жаңағыдай әкесін андай не қылып айтпасақ та, баланың өзінің жүрегі сезе ма, тіпті керісінше біз сол әкесін жаман көріп қалмасыншы деп балаға мақтаймыз. Жө, сен әкең күшті ғой, сен папаң мынандай ғой деп айтамыз. Сонда да бала іштей бір нәрсені сезіп тұрғандай, баласына, әкесіне қатты жылымайды. Неге екен? Сол үшін қазіргі балалар да ақымақ емес уже. Біреулер баяғы заманмен қалып қойып айтады да, жаңағыдай бала бәрі іздеп келеді әкесін деп та. Мен мысалға айналамда бар ғой адамдарда. Уже ол балалар уже үйленіп, өздерінің балалары бар да. Баяғы тастап кеткен әкесіне жылып атырған жоқ ол балалардың өздері. Сол кезде сұрақ қоямыз ғой, не үшін өйтіп әкеңе не істейсің? Әкең ғой бәрібір де қандай болса да деген кезде, бізге қиын болған кезде қайда болды ол әкеміз болса деген кезде тым жауап бере алмай қаласың өзің. Хотя бы Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйел үйінде отыра тұра, әйел көніп күтіп отыр әлі де да. Бала шағамыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстіне әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұндай еркектердің түбі неге алып баратынын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да өзімнің көзіммен көрген нәрсені айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Жастық шақ мәңгілік емес, қартаясыңдар, таяққа сүйенесіңдер. Сол кезде қастарында бала шағаларың ғана қалады, Құдай-ау. Қазір жүресіңдер ғой әр қатынның артынан. Кезінде әкеміз сап кетті дейді да. Уже ауырған кезде бала шағасын іздейді да. Ана қауқары бар кезде, билігі, ақшасы бар кезде бізді іздеп келіп, ой, асырайын, балам не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген жоқ дейді. Қауқары кетіп, уже денсаулығы жоқ болған кезде балаларым деп іздеп отыр дейді да. 3 түрлі әйелден 6 баласы бар екен. Енді 3-інің де ажырасып кеткен екен, қазір жалғыз өзі қалды дейді, ауырып қалды дейді. Енді ешкім бақпай жатыр дейді жаңағы нені, еркекті да. Кезінде шешеміз тастап кетті, шешеміз өзі көтерді, бізді өзі бақты деп, ешқандай баласы қолына алмай отыр екен. Анау туалетке бара алатындай жағдайда емес екен жаңағы қыздың әкесі. Қыз жазып отқан маған да. Сөйтіп көрдік, әкеміздің сондай состояниесін деп жазып жүріпті да маған. Соны түсінбейді ер адамдар деп та. Мен жылмайды ішім әкеме деп жазып жіберіпті ана қыз. Ер кісілер де жазып жіберген. Біздің де әкеміз типа қартайған шағында келді, үйге кіргіздік, шайын бердік. Бірақ вообще ішім жылаған жоқ дейді. Бір әкем-ау деп бүйтіп қараған жоқпын дейді. Себебі ол жоқ кезде қалай қиналғанымыз менің әлі көз алдымда дейді. Шешемнің қалай күнімен түнімен жұмыс жасап біз үшін жаңағыдай еңбек еткені әлі көз алдымда тұр дейді. Мен әкем тек әке деген ғана бір аты ғана болмаса, атап бір әке деген махаббатты вообще сезінбеген мен ол адамнан дейді. Ер баланың өзі де сөйтіп жазды ғой. Кино ма бірдеңе шығайын жатыр екен ғой да. Соған барайық 10 минутқа жеткізейік қазір дейді ғой мә. Осы жылы женская солидарностьтың потолок жылы болып тұрған сияқты да. Шай в большом городе ма? Аты шай, бірдеңе. Өз өмірін сүрген ба? Қызықсақ екен. Барайық. Қолдаймыз, женский солидарность барамыз деп айтыр. Жастық шақ мәңгілік емес, қартаясыңдар, таяққа сүйенесіңдер. Сол кезде қастарында бала шағаларың ғана қалады, Құдай-ау. Қазір жүресіңдер ғой әр қатынның артынан. Кезінде әкеміз сап кетті дейді да. Уже ауырған кезде бала шағасын іздейді дейді да. Ана
қауқары бар кезде, билігі, ақшасы бар кезде бізді іздеп келіп, ой асырайын, мына балам не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген жоқ дейді. А қауқары кетіп, уже денсаулығы жоқ болған кезде балаларым деп іздеп отыр дейді да. 3 түрлі әйелден 6 баласы бар екен. Енді үшеуінен де ажырасып кеткен екен, қазір жалғыз өзі қалды дейді, ауырып қалды дейді. Енді ешкім бақпай жатыр дейді жаңағы нені, еркекті да. Кезінде шешеміз тастап кетті, шешеміз өзі көтерді, бізді өзі бақты деп, ешқандай баласы қолына алмай отыр екен ағаны. Анау туалетке бара алатындай жағдайда емес екен жаңағы қыздың әкесі. Қыз жазып отқан маған да. Сөйтіп көрдік, әкеміздің сондай состояниесін деп жазып жүріпті да маған. Соны түсінбейді ер адамдар деп та. Мен жылмайды шын әкеме деп жазып жіберіпті ана қыз. Ер кісілер де жазып жіберген. Біздің де әкеміз типа қартайған шағында келді, үйге кіргіздік, шайын бердік, бірақ вообще ішім жылаған жоқ дейді. Бір әкем-ау деп бүйтіп қараған жоқпын дейді. Себебі ол жоқ кезде қалай қиналғанымыз менің әлі көз алдымда дейді. Шешемнің қалай күнімен түнімен жұмыс жасап біз үшін жаңағыдай еңбек еткені әлі көз алдымда тұр дейді. Мен әкем тек әке деген ғана бір аты ғана болмаса, атап бір әке деген махаббатты вообще сезінбеген мен ол адамнан дейді. Ер баланың өзі де сөйтіп жазды ғой. Мен Тұрсынбек Қабатұлының ұлымын. Өздеріңіз білесіздер, менің папам өнер адамы, сахнада көп халықтың алдында жүрген адам. Сондықтан әрине ол кісінің жұмысына қатысты ештеңе айтқым келмейді. Бірақ та мен Тұрсынбек Қабатовтың ұлымын. Ол енді ары қарай қалай деген сұрақтарыңыз болса, ол отбасылық мәселе. Сондықтан мен әкемді құрметтеймін, сыйлаймын. Және мына өнер жолындағы жүргізушілігін де, талантын да мен құрметтеймін. Сондықтан артық ештеме айтпаймын. Сондықтан мен